Бүгін мынау адамдардың семіздігі жайлы айтқым келіп отыр. Біз бірыңғай тамақ жейміз да, соныменен жаңағы ұйқы безінің жұмысы тез әлсірейді. Өйткені өртке нагрузка болғаннан кейін, өрттің қызметі бұзылғаннан кейін барып ұйқы без жұмысы әлсірейді. Ұйқы без жұмысы әлсіреген адамның май қорыту мүмкіндігі азаяды. Сонан кейін сіз тамақты аз жесеңіз де семіре беретін боласыз. Әсіресе әйел адамдарда өте көп кезігеді. Көп қимыл жоқ, қан қою, содан кейін семіргеннен кейін адамның қан айналымы да баяулайды, бауыр жұмысы да майласып төмендейді. Жаңағы ұйқы безі менен өттің жұмысы да төмендейді, содан кейін тез семіреді. Көп адамдар айтады, мен тамақ жемесем де семірем деп. Бұл сол ұйқы безінің бұзылуынан болады. Ал семірген адамдар көбінде мен тамақ жемеймін деп айтады. Ол тамақ жемеймін, бірақ семіре беремін дейді. Ол шынында жемейді емес, жейді. Лайықты жейді. Егер шынында ешбір тамақ жемейтін адам арық болады. Сондықтан бұл осыдан сақтанудың бірден бір әдісі жаңағы көп мынандай жылулық мол, калориясы мол тамақтарды аз тұтыну керек. Мысалы үшін осының ішінде нан бар, ет бар, майлар бар, түрлі.